Bir ay болды үйлің сөйлеспегеніміз бе, әкеммен дейді. Bir үйде тұрамыз дейді. Ой. Шыдай алмай кеттім, шаршадым, қатты кеттім келеді. Аллах куә, артық кетті, кешіргім келмейді. Тура осы тағдыр сенің басыңа қайталанады. Ертең сен де балаңа ұрсасың, Құдай қаласа, ұлды боласың, қызды боласың. Сен де оларға ұрсасың. Сол кезде сен балаңды көтере алмайды. Сол кезде ол да кешіре алмайды, сол кезде сен де қиналатын боласың. Құдай саған әлі қатты кеткенді көрсетпеген екен. Мына жерде әкелерінен таяқ жеп, әкесі етікпенен 45-ші размер ботинкамен тепкен бала отыр, қыз отыр мына жерде. Мына жерде отыр. Осы жерде ше. Мына тыңдап отқандардың ішінде от болып жанған талай ұлдар, талай қыздар отыр. Олар солар әке-шешесін тастамай бағып отыр. Сен әлі қиыншылық көрмегенсің, балам. Bir ay болды үйлің сөйлеспегеніміз бе, әкеммен дейді. Bir үйде тұрамыз дейді. Ой. Шыдай алмай кеттім, шаршадым, қатты кеттім келеді. Аллах куә, артық кетті, кешіргім келмейді. Тура осы тағдыр сенің басыңа қайталанады. Ертең сен де балаңа ұрсасың, Құдай қаласа, ұлды боласың, қызды боласың. Сен де оларға ұрсасың. Сол кезде сен балаңды көтере алмайды. Сол кезде ол да кешіре алмайды, сол кезде сен де қиналатын боласың. Құдай саған әлі қатты кеткенді көрсетпеген екен. Мына жерде әкелерінен таяқ жеп, әкесі етікпенен 45-ші размер ботинкамен тепкен бала отыр, қыз отыр мына жерде. Мына жерде отыр. Осы жерде ше. Мына тыңдап отқандардың ішінде от болып жанған талай ұлдар, талай қыздар отыр. Олар солар әке-шешесін тастамай бағып отыр. Сен әлі қиыншылық көрмегенсің, балам.